Мы начинаем КВН. Дорогие друзья, в этом году несколько команд нашей лиги побывали на международном фестивале команд КВН в городе Сочи. Следующая команда добилась там очень хороших успехов, и представляет она Казахский национальный аграрный университет. А называется эта команда «Сенсация». Встречаем. Казахский национальный аграрный университет. Ведь это единственный университет в мире, который называется Казахский национальный аграрный университет. Сіз енді бүгін қазір Мәскеуге ұшып барасыздар. Мәскеуден кейін Сочи қаласында Москов ойынын ұшып барасыз. Соның ой пікіріңіз? Бүгін кейін өте жақсы бәрімізде. Ертең Құдай қаласа Сочи қаласына барамыз. Осы аграрлық университеттің атынан, осы университеттің атынан ойнаймыз. Сол жақта осы жылы Құдай қаласа біз Мастер-клубтың лигасында премьер-лигада ойнауға уәде береміз. Сочиді біз интернеттен Қазақстан халқы әлі тікелей эфирде көріп, әлі алда қалай байланысатын боламыз. Біріншіден өз ауылымызды Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры шын мәнінде КВН-дің жағынан әрдайым жастарды қолдап жүретін тілектес Сабай Есполовқа, мырзаға рахмет айтамыз. Ағамызға шын сол кісінің арқасында осыншама әлеуеті зор жігіттер Сочиге барып, әзіл сахнасында, әзіл әлемінде өздерінің бақтарын сынап көріп жатыр. Бұл тамаша мүмкіндік деп ойлаймын. Сондықтан біз сіздердің үміттеріңізді ақтаймыз. Және де ең ерекше жағдай осындай КВН-дің арқасында сонау қызылордалықтар Мәскеуге ресейге өтіп жатыр. Подготовка очень отличная. В первую очередь хочу поблагодарить Казахский национальный аграрный университет за предоставленную нам возможность поехать в Сочи. Наша мечта была с детства, но вот по телевизору видели. Не подведем, посмотрим, все будет хорошо. Құрметті достар, мұны біз Сенсация командасы Мәскеу қаласындамыз. Өзіміздің күнде телевизордан, күнде емес, бая кішкентай кезімізден көріп жүрген зданиялардың бәрін өзіміз бүгін өз көзімізден көріп жатырмыз. Бәрі КВН арқасы, енді Құдай қаласа қазір санаулы уақыттан соң бір кішкене бір 5-6 жоқ. Күндіз Сочиға барып, енді КВН-ге қызу дайындықты бастаймыз. Сонда Бордюр ТВ-дан бізді көріңіздер. Такси лақтырып кетпесе, мынау әзіл сүйер мектеп оқушылары, бітіруші түлектер, егерде әзілдің көмегімен, сонымен қатар үлкен бір тілектес Исабай Есполов атаулы ағамыздың жомарттығының арқасында Мәскеуді көріп, үлкен фестивальдің ордасы Сочиге барғыларыңыз келсе, жалпы ел көріп, жер көріп, жастар саясатының нағыз қайнаған ортасына болуларыңыз келсе, Қазақ ұлттық аграрлық университеті түсіңіздер. Қазақ ұлттық аграрлық университеті жалпы осы әлем бойынша тек қана жалғыз университет, осылай аталатын Қазақ ұлттық аграрлық университеті. Біз бүгін Сенсация командасы осы Сочи қаласында, Москва қаласында, ертең Құдай қаласа Сочиға жол жүргелі жатырмыз. Біз Сочида Сенсация командасы сенсациясын жасайды. Құрметті достар, осындай суық күнге қарамастан біздің міне команда осындай жерге келіп отқан үшін Қазақ ұлттық аграрлық университетіне әрқашанда рахметімізді айтамыз. Қазақ ұлттық аграрлық университеті алға! Ал енді Қазақ ұлттық аграрлық университетіне түсіп, армандар орындалып жатыр. Міне 4 жылдан кейін бітірген соңда осы арманымыз Мәскеу қаласына да келдік. Міне, құрметті достар, құрметті қазақстандықтар, біз қазір бірер минуттан кейін сахнаға шығатын боламыз осы Сочи қаласында. Бұл Сочи қаласында сахнаға шығу, бұл қалаға келу, ешкімнің көп адамның қолынан келе бермейді, көп команда бұл жаққа келе алмайды. Біз Алматы бойынша жалғыз команда келіп отырған әрине. Ертең Құдай қаласа мынау Зимний театрға гала концертке шығатын боламыз, кешке жақын. Барлықтарыңызды осы залда күтетін боламыз. Жалпы аграрлық университетінің барша ұжымына біз үлкен алғысымызды білдіреміз осы Сочи қаласына қолдап, бізді қорғап жіберген үшін. Кезінде осы жерден шыққан Қоянбаевтар Қазақи командасын осы
тілектес ағамыз өзі көтеріп, өз қолымен көтеріп, осындай дәрежеге жеткізген болады. Енді қазір мына жігіттер, мен сенем, осы жігіттер ертең Қазақстанның атынан шығатынына. Көп рахмет. Команда компенсация. Мало жандарыңыз аман болсын. Ай, сен не понимаете? Ассаламу алейкум, друзья. Кто сегодня против нас играет? Москва, дети улиц. Томск, Евротур. Барнаул, на своей улице. Прошел час. Смоленск, без дам. Пирамида. Днепропетровск, сборная команда КВН группа F Рома. Казахи. Кто? Казахи? Я говорю, против нас, они же за нас играют. Подожди. Казахи, наши братаны. Мы, братишки казахи. Так, подожди. Этого сценария нету, что ты сейчас начинаешь? Это не по сценарию, это от души. Где здесь пак? Эй, успокойся, не напрягайся. Это же КВН. Ну что ж, аграрная сенсация, вы готовы? Дорогие друзья, что хочется сказать вот в конце, да, вот мы... это наша последняя игра. Мы никогда не жалеем, что самый драгоценный год молодости что мы справились с КВНом. Тебе, кажется, звонят. Звонят. КВН, наверное, тоже не жалеет, то что Казахский национальный аграрный... Что-то долго, да, здесь получается, да? Надо укоротить. Вот. Ну что ж, с вами была команда КВН Сенсация. Мало жандарыз, аман болсын, айсыр, не понимаете. Жамбыл, мына қыздарға орысша түрің жетіп жатыр ма? Конечно. Мен тілін білесің ғой, үш тілге жетеді ол. Біз аграр университетінде үш тілді үйреніп жатырмыз өйткені. Орыс тілі, английский. Вот қазір английский. Его команда называется Майами, американский команда. Да? Команда не американская. Ол не мағынаны білдіреді екен Майами деген? Майами город. Қай жерде орналасқан ол, ба? Сол Американың ояқ бұяғында. Ояқ Мексика жақта ба? Сочи қаласы, қара теңіз жағасы барлығымыз ойнаймыз, күлеміз, билейміз, команда КВН Сенсация с вами всегда. Добрый день. Как ваши дела? Отлично. Здравствуйте. Как ваше дело? Спасибо. Благодаря туристам. Как солдат? Как солдат, как торговля? Все хорошо. Ал құрметті жігіттер, сауда жасайын деп жатсыңдар. Сауданы кімге алып берейін деп жатсыңдар? Аграрныйда. Алматыда
туған жерде, туған елде, туған үйде күтіп отқан барлық Сочиға кеткен бізді білетін азаматтарға азғандай болса да сыйлық алып бармасақ ол да ақ болады. Дұрыс па, Жамбыл? Хотя ұрлап дейсің ғой. Иә. Вот это тауық не работает. Рома, кіммешсің? Құрметті достар, біздің келгенге 8 күн болды. Мына Жамбыл деген пысық Шымкенттің баласы құр жүрмей осында жұмысқа кетті. Қараңыздар, біз қазір тап болдық. О, Жаке, ассалаумағалейкум. Қалайсың? Не, біраз аласыңдар ма? Мына қаншадан? 100 рубль. 100 рубль? 100 рубль стоит. Түспейсіз ба кішкене? Неде? Көрдіңіз ғой, Шымкенттің балалары қатып қалған. Сұрамайсың бұлар. Сатушы кәдімгі, айлық. Алсыңдар, алыңдар, алмасыңдар, аяққа барыңдар. Әлемге танымал фильм «Бриллиантовая руканың» түсірілген жері дәл осы жерде. Қазірде біздің команда осы жерде аралап жүр. Өздеріңіз көріп отырғандай, мүмкін сол актерлардың жанында бірге қыдырып жүрген болады. Міне сол жердің главный актері де отыр мына жанымызда. Біздің КВН командасы дін көрмеген. Сол дін көрмеген арқасында неге? Солардың дым көрмеген арқасында мен де көріп атым десей. Сен д деген шынымай бар ма? Жамбыл! Жамбыл! Міне құрметті шымкенттіктер, Сочи қаласында да шымкенттіктер жетеді екен. Біз қысылмаңыздар, әлемнің қай жерде болсын, қай елде шымкенттіктер жетіп жатыр. Мені қараңыздаршы, мына жақтара шымкенттіктер толып жүр. Көрдіңіздер ма? Так что, құрметті шымкенттіктер, біз жалғыз емеспіз. Любой жерге, Африкаға бар, Америкаға барыңдар. Біз барлық жерде жетеміз. Вот уже 5 лет, как грузинская команда не выступала на этой сцене. И мы хотим передать привет всем тем людям, кто больше всех соскучились по нам. Это Анзор, Ливан, Георгий, Бека, Ашот, Вараздат, Юля, Иван, Сокит. Казахстан, привет, город Алматы, привет, университет, Казахский национальный университет. Раз, два, три. Это картула. მოგესალმებით қазақстан национальный аграрный университетом ისროთ წარმატებებს გუნდი სენსაცია алматы მაგრამ ის რო არ ითარგმნება Привет, Алматы, Казахстан! Команда КВН «Сенсация», Казахстанский национальный аграрный университет. Пламенный привет из города Сочи от команды КВН БГУ. Абсолютно верно. Приветушки, до побольшения в Казахстане! Команде КВН «Сенсация» Казахского национального аграрного университета привет. из Сочи. От команды КВН «Кефир город Нега». Ассаламу алейкум, Казахский национальный аграрный университет от команды КВН сборной Чеченской Республики. Желаю вам всего самого наилучшего. Ассаламу алейкум, от сборной Чеченской Республики. Давай эту брошку. Привет, Казахстан. Привет. Немножко потише буду говорить, потому что если ребята выступают, то есть Сочинский фестиваль. Мы команда КВН сборной Калининградского края по КВНу. Хотим передать привет вам всем, привет Казахскому национальному государственному аграрному университету. Мы очень рады бывать на вашей земле. Алматы — это просто великолепный город. С удовольствием приедем к вам еще раз. И привет команде КВН «Сенсация». Привет всем, кто населяет эту прекрасную страну. Мы вас очень любим. Ждите в гости. Желаем всяческих творческих успехов. Отличная команда из Алматы. Сенсация. Приятные ребята, рады знакомству на этом фестивале. Всех благ, ребят. Всех и творческих, и жизненных. Удачи. Веселей!